Не дәмді ертегісі. Бір күні қорада тұрған жануарлар қандай тағам дәмді дегенге таласып қалыпты. Әрқайсысы өздері жақсы көретін тағамдарын дәріптесіпті. Байлаудағы ала сиыр өкіріштей жөнеліпті. Шіркін, пішен мен таза жемге не жетсін? Солардан дәмді бұл дүниеде бірде-бір тамақ болуы мүмкін емес. Бұған келіспейтін танытқан қой мекірене маңырайды. Иә, мен пішен жақсы-ау. Бірақ желпілдеген көк майса болса, одан да жақсы ғой. Бұларға жылқы да өз дауын айтады. Арпа мен сұлы дәмдемес пе? Күтір-күтір шайнасаң, оның балдай дәмі таңдайыңнан кетпейді. Жоқ, сендер таба алмадыңдар. Сүт пен еттен дәмді ештеңе жоқ. Босқа таласпаңдар, дейді мысық мяу деп. Мұны естігенде иттің ызасы қозып, орнынан атып тұрып, Аф, сен босқа көкіме, дейді мысыққа жекіріп. Ненің дәмді екенін мен айтайын. Сүйек дегенді естіп пе едіңдер? Кемігі көп сүйектен дәмді ештеңе жоқ. Сонда әңгімеге түйе қосылды. Сендер босқа дауласып тұрсыңдар. Даланы менен көп шарлайтын ешқайсың жоқсың. Шөл далада бір түп темір тікен шайнасаң, содан дәмді ештеңе жоқ. Бірақ олар бір-бірінің айтқанына иланбай, әлі күнге дейін қалаған шөбін дәріптеп келе жатқан көрінеді.